Сәлеметсіздерме? Сіздермен бүгін мен плов жасайын деп жатырмын. Ол үшін бізге осындай мякоть ет қажет болады. Мякоть етімізді ұсақтап ұзынша етіп тураймыз. Турап болғаннан кейін табамызға етімізді, пиязымызды және приправамызды салып аламыз. Біраз қуырылғаннан кейін үстіне су құямыз. Және де морковымызды турап, оны саламыз. Сосын үстіне жәнегі күрішімізді салып, табын аз отқа қоямыз. Осымен пловымыз дайын. Сіздерге ұнаса, лайк басып, мені қолдап, комментария басып отырыңыздар.